Сәлем, құрметті көрермен, арнама қош келдіңіз. Сіздерге арнап, өкініш деген оқиғаны оқитын боламын. Соңына дейін тыңдап, өз пікірлеріңізді комментарийге қалдырыңыздар, және де арнама тіркеліп, подписация басуды ұмытпаңыздар. Өкініш. Айсәуле күнделікті күйбең тірліктен әбден шаршап кеткен. Үнемі еш нәрсеге көңілі толмайды, ашуланшақ. Баласына ұрысып жатыр. Не деген жайбасар баласыңа, тез-тез қимылдасай, қыз сияқты майысып жүрмей. Баласы үндемей ғана отынды жинап жатыр. Анасының бұл кейпіне үйренісіп кеткен. Ерасыл үйдің үлкені. Өзінен кіші екі қарындасы бар. Көп сөйлемейтін тұйықтау бала. Өзі 5-ші сыныпта, үлкен қарындасы 3-ші сыныпта оқиды. Кішісі 5 жаста. Анасы бастарын сипап, еркелету дегенді білмейді. Ал әкесі Ернияз болса, нағыз балажан. Балалары, әкелері жұмыстан келгенде жүгіріп шығып, мойнына асылады, еркелеп жатады. Ернияз зауыт директорының жүргізушісі. Айлығы да отбасына жетерлік. Әйелі Айсәуле соған да риза емес. Түйме дейді түйедей етіп ұрыс шығарып жүреді. Ернияз жұмыстан үйге келіп еді, Айсәуле, мына баланың қолынан дым келмейді, отынды да дұрыс жинай алмайды. Ер адамсың ғой, жөнге келтір. Әйтпесе әйелінің соры болып жүрер тағы деп Ерниязды айқаймен күтіп алды. Ернияз үндеместен бөлмесіне кіріп кетті. Үстел басына тамақ ішуге жайғасты. Айсәуле әлі де долданып отыр. Елдің қатыны сияқты жарқырап жайнапты жүрмейміз. Кешке деген бітпейтін мына үйдің тірлігі. Я бір қыдыртуды білмейсің. Өмір бойы осылай өтер ме екенбіз, деді Айсәуле. Балалары тамақтарын ішіп, дастарханнан тұрып кетті. Ернияз, неменеге ашуланып отырсың, Сәулеш, сабырлы бол. Уақыты келгенде барлығы болады. Уайымдама, деп байсалдылық танытты. Айсәуле болса әлі басылар емес. Ол уақыт қашан болады? Күте-күте шаршадым тіпті. Түсінесің бе, шаршадым. Басқа әйелдер сияқты менің де жұмыс жасағым келеді. Бар уайымың сол ма? Жұмысқа шыққың келеді ме? Жарайды, жұмыс іздеп шық, деді Ернияз. Айсәуле аң-таң, іштей қуанып кетті, бірақ білдіргісі келмей отыр. Дастарханды жинап жүріп құрбысына хабарласты. Алло, Гүлзада, қалың қалай? Үй іші аман ба? Иә, Сәулеш, бәрі жақсы. Өзінің бала-шағаң аман ба? Деп екеуі сөйлесті. Я, жақсы, бір бұйымтайым бар еді. Алдында жұмысқа аспазшы керек деп жатыр едің ғой. Я, керек. Маған жұмыс керек еді. Ертең сенімен ілесіп бірге барайын. Әрине, үйден шығар кезде өзім хабарласамын. Рахмет, Гүлзада, деп Айсәуле тұтқаны қойды. Көңіл күйі көтеріліп қалғандай. Ерниязға ертең дәмханаға аспазшы болып орналасуға баратындығын айтып еді. Жарайды, Сәулеш, көңіліңнен шықса көрерсің, деді. Ернияз Айсәулені бір көргенін ұнатып үйленген. Мінезі салмақты, байсалды. Айсәуле болса, Ерниязға басқа амалы болмағандықтан тұрмысқа шыққан. Сондықтан болар, Ернияздың ешбір әрекетін дұрыс көрмейді. Әйтеуір не айтса да жақтырмайды. Таң атып, Айсәуле балаларын мектепке, кіші қызын балабақшаға апарып, құрбысы Гүлзадамен кездесіп, дәмханаға бет алды. Дәмхананың басшысымен сөйлесті. Жұмыс кестесі белгіленіп, аспазшы болып жұмысқа орналасты. Айсәуле қуанып, жұмысына кірісіп кеткен. Гүлзада сол дәмханада кассир болып жұмыс жасайды. Дәмханаға келетін адамдар көп, әсіресе түскі уақытта. Кеш батып, құрбылар үйге қайтуға дайындалып жатты. Дәмхана басшысы Закир Айсәулеге бір күндік жұмыс күнінің ақшасын берді. Айсәуле іштей қуанып, ой, жақсы болды ғой, деді. Сау болыңыз, деп құрбылар үйлеріне қайтты. Үйіне қайтар жолда Айсәуле өзіне азын-аулық керекті заттар алды. Құрбысы Гүлзада болса азық-түлік алуда. Көздері жарқырап, көтеріңкі көңіл күймен үйіне келді. Дереу кешкі асты әзірледі. Ернияз да сол уақытта жұмыстан келіп, Айсәуледен жұмысы туралы сұрап жатты. Иә, Сәулеш, жұмысың күнің қалай өтті, деді Ернияз. Қалай болушы еді, сен сияқты мен де жұмыс жасадым. Аспазшы не істеуші еді, білмейтіндей болмашы, дейді ашуланып.
Ернияз мұндай жауапқа да үйреніп кеткен. Кешкі асты ішіп, балаларының сабағын оқытып, ұйқыға жатты. Келесі күні Айсәуле жұмысына келді. Басшысы Закир ұзын бойлы, қалың қасты, көз тартарлық бейнесі бар жігіт. Ажырасқан, бір баласы бар. Айсәулені бір көргеннен ұнатып қалды. Айсәулені шақырып алып, маған ерекше дәмді тағам әзірле, деп қысқа қайырды. Басшысының бұл әрекетін түсінбей, түскі асқа ерекше дәмді тағам дайындады. Закир тамақты ішіп алып, Айсәулені тағы шақырды. Айсәуле, мынаған тағы не керек өзі, деп іштей толданып барады. Закир Айсәулеге, ерекше тағам әзірлепсіз, дәмі тіл үйілерлік. Дәмханаға келушілер көп болса, жалақыңыз да көбейеді. Барыңызды салып жұмыс жасаңыз, деді. Жарайды деген Айсәуле ішінен немене бір нәрсені қайталай береді, деп Гүлзадаға келіп, басшысының жөнсіз әрекетін айтып жатты. Гүлзада болса, бастық жұмысқа қатал адам. Оның көңілінен шығу да оңай емес, деп жатқаны сол еді. Закир кассаның жанынан кеп қалды. Мұны көрген Айсәуле дереу ас бөлмесіне кетті. Гүлзада сасқанынан істеп тұрған кассаның аппаратын жөндеп жатқандай болды. Закир Гүлзадаға ертең дәмхананың ашылғанына 1 жыл толады. Соған орай дәмхана қонақтарына ерекше бір сыйлық жасаңдар. Сосын барлық қызметкерлерге арналған кешке көңілді отырыс ұйымдастыр. Барлығы дерлік қалмай келсін, деді. Жарайды, Закир мырза, деген Гүлзада барлық қызметкерлерді жинап, осы жаңалықты хабардар етті. Бірі отырысқа барам десе, бірі бармаймын деп жатты. Айсәуле не деп жауап берерін де білмеді. Мұны сырттан бақылап тұрған Закир Айсәуленің отырысқа келуін қалап тұрған. Гүлзада мен Айсәуле жұмысын аяқтап үйіне қайтып келе жатты. Гүлзада сөз арасында, Сәулеш, ертең отырысқа бара аласың ба? Әрине барамын. Үйде қанша жыл отырдық қой, деп Ерниязбен ақылдаспастан өзі шешім қабылдап қойған. Үйіне келіп, күнделікті күйбең тірлікпен айналысып кетті. Кешкі астың басында Ерниязға отырысқа баратындығын айтты. Ал Ернияз болса, Гүлзада барады ма, деп сұрады. Әрине барады. Ол отырыстан қалмайды екен, деді Айсәуле. Жарайды, барып кел, бірақ ұзақ отырма, деді Ернияз. Айсәуле мұрнын көкке шүйіріп, өзім білемін, деп ыдыстарды тарсылдатып, дастарханды жинастыра бастады. Ернияз болса далаға шығып кетті. Балалары сабақ жасап жатыр. Жұмыс істеймін деген Айсәуле бүгін шаршағандай. Ерте ұйықтап қалды. Келесі күні Закир Айсәуленің жұмысын тексергендей болып, қайта-қайта ас бөлмесіне кіре берді. Айсәуле түсінер емес. Закир бүгінгі кеште құрығыма түсерсің, деп өз-өзіне сенімді. Кеш батып, барлығы отырысқа жиналып жатты. Гүлзаданың күйеуі қоңырау шалып, баласының ауырып қалғандығын жеткізді. Гүлзада отырысқа бара алмайтындығын айтып, үйіне қайтып кетті. Айсәуле мейрамханаға дейін өзі таксимен барайын дегенде, Закир көлігімен жанына тоқтай қалып, жүріңіз, отырыңыз, бірге барайық, деді. Мұндайды тек кинодан көрген Айсәуле бірден келісті. Жол бойы Закир Айсәулеге өзінің өмірі жайлы айтып келе жатты. Көп сөйлейтін Айсәуле үндемей қалған. Мейрамханаға келіп, отырыс басталды. Закир Айсәуледен көз алар емес. Қайта-қайта биге шақырған Закир Айсәулеге де ұнап барады. Екеуі тіл табысқандай. Айсәуле өзін бір сәтке бойдақ жас қыздай сезінді. Сұлусыз, күлгеніңіз әдемі, дегені құлағына да, көңіліне де жағып барады. Әдемі кеш бітіп, Закир Айсәулені аялдамаға дейін жеткізіп салды. Қоштасарда бетінен сүйіп алды. Айсәуле де бұл әрекетіне қарсы болмады. Үйіне келсе, барлығы ұйқыға жатып қалыпты. Ернияздың жанына келіп жатты. Бар ойы Закирда. Ернияздан сұлулығына тамсанып, әдемі сөз естпеген Айсәуле Закирді ақбозат мінген ханзададай көрді. Бала шағасын тіпті ұмытқандай. Бойын бір махаббат сезімі тербегендей. Таң атып, әдеттегідей жұмысқа келді. Закир Айсәулені жұмыс кабинетіне шақырып алды. Айсәулеге шоқ гүлдерін ұсынып, кешке мейрамханаға баруға қалай қарайсың, деді. Тіпті білмеймін, күйеуіме не деп айтамын, деді. Бір нәрсе ойластыр, деп қолынан тартып құшақтады. Айсәуле күлімсіреп, жарайды, дегендей басын изеді. Ешкімге білдірмес үшін шоқ гүлдерін Закирдің кабинетіне тастап кетті. Ерниязға хабарласып, жұмыстан кеш келетінін ескертті. Айсәуле өмір бойы іздеген адамы
Нақ осы Закир болғандай, мейрамханаға келіп тамақтанып отырғанда Закир Айсәулені балды тәтті сөздермен елітіп жібергендей, қызыл шараптан ұрттап отырған Айсәуле масайып қалған. Осы сәттен бастап Закирдің айтқан сөздеріне иә дей берген Айсәуле қонақ үйде бірақ оянды. Көзін ашса, Закирдің құшағында жатыр. Өкінбестен, ұялғанда сағатқа қарап еді, 12 болып қалыпты. Дереу киініп, телефонын қарап еді, Ернияз қоңырау шалыпты. Үйіне келе салып, жуынып жата қалды. Ернияз оянып қайда болғанын сұрап еді, жұмыс көп, бүгін аяқ асты кездесшілікте қалып қойдым деді. Ернияз сеніп қалып құшақтайын деп еді, шаршадым дегенде теріс бұрылып жатып қалды. Осылайша Айсәуле мен Закирдің кездесуі жиіледі. Айсәуле отбасында, бала-шағасында өмірінен сызып тастағандай. Ернияз да ештеңе білместен жүре берді. Бір күні Айсәуленің телефоны үстелде қалып қойыпты. Тық-тық деп хабарлама келді. Ернияз кенеттен қарап еді, жаным, қолың босады ма, иісіңді сағындым деген хабарламаны оқыды. Түсінер емес. Сол кезде Айсәуле үйге кіріп келді. Мынау не? Деп Ернияз хабарламаны көрсетті. Айсәуле сасқанынан не дерін білмей шатасқан болар деді. Ернияз сол жерде Закирға Айсәуленің телефонмен қоңырау шалды. Закирдің «ау жаным» деген сөзді естігенде Ернияз ашуға мінді. Закир Ернияздың дауысын естігенде тұтқаны қоя салды. Ернияздың ашуланғанын бірінші рет көрген Айсәуле қорқып кеткен. Әйелі көзіне шөп салады деген ой ұйықтаса да түсіне кірмеген. Екеуі ұрыса кетті. Намысы аяққа тапталған Ернияз Айсәулені ұрып жіберді. Айсәуле, шаршадым, ол сенен 10 есе артық, түсінесің бе? Сені сүйген емеспін, бұл жерде тұрғым келмейді деп киімдерін жинап сөмкеге салды. Кететін болсаң, ендігі әрі бұл үйдің есігі сен үшін ашылмайды, соны біліп қой, деді Ернияз. 3 баласы шырылдап жылап жатыр. Соған қарамастан Айсәуле еш ойланбастан үйінен кетіп қалды. Аялдамаға келіп, таксимен Закирдің үйіне келді. Закир қуана қарсы алды. Жылап тұрып барлығын айтып берді. Қорықпа жаным, мен сені ешқашан тастамаймын деп жұбатты. Ернияз таң атқанша көз ілмеді. Айсәуленің басқа еркекпен көңіл қосқандығы жанына аяздай батып барады. Балаларына өзі ана, өзі әке болмақ. Әйел атаулыны жек көріп кетті. Балалары анасын не үшін кетіп қалғандығын да білмейді, бірақ үлкен ұлы түсінгендей. Айсәуле мен Закирдің көңіл жарастырғанын дәмхана ұжымы да білді. Айсәулені осыдан кейін барлығы жақтырмай қалған, тіпті құрмасы Гүлзада да онымен сөйлескісі келмейді. Закир мен Айсәуле бақыттан басын алып, күндері мен түндерін бірге өткізіп жүрді. Бірақ Закир Айсәулемен заңды некеге тұратын ойы жоқ. Осы жайлы айта бастаса болды, әр нәрсені айтып сылтауратып қашқақтайтын. Арада біраз уақыт өтті. Айсәуле балаларын да іздеп бармады. Ернияз балаларына өзі қарап келеді. Тамағын жасап, киімдерін жуып, сабағында оқытады. Көрші жеңгелері арасында келіп көмек көрсетеді. Әйтеуір ел біткеннің барлығы оны аяп әңгіме қылып жүрді. Қиын болса да, тағдырдың жазғаны осы болар деп мойымады. Кіші қызы анасын іздеп сұрап жылайды. Ернияз болса үндемей ғана жұбатады. Закирдің дәмханасының жұмысы жүрмей қалған. Бар мәселесі қаржы тапшылығы болды. Ақыры Айсәулеге үлкен сомаға несие алдырып, қарызын жапты. Күндер сырғып өтіп жатты. Сән салонынан кеш келемін деген Айсәуле үйіне ерте келді. Кешкі асты әзірлеп, теледидар көріп, қонақ бөлмеде жатты. Үйдің есігі ашылып еді, дәлізге жүгіріп шықты. Аймаласып, сүйісіп кіріп келе жатқан Закир мен бір жас қызды көрді. Не мынау, мен сен үшін отбасымды тастадым, Закир, оңбаған екенсің деп, Айсәуле зіркілдеп айғай шығарды. Жас қыз одан әрі жағдайды ұшықтырып, сен үйде ешкім болмайды деп едің ғой, деді. Айсәуле жас қызды итеріп үйден шығарып жіберді. Закир болса, мен өзім білемін. Сен менің заңды әйелім емессің. Отбасыңды тастаған өзіңсің, ұнамайды ма, онда қараңды батыр. Мен үшін сенің қызығың бітті деп ашық айта салды. Айсәуле жылап, киімдерін жинастырып, далаға шығып кетті.
еңіреп жылап келе жатыр. Закирдің неге басынан арам ойын білмегеніне өзіне өзі ұрысып келеді. Үйіне барайын десе, Ернияздың соңғы сөзі әлі есінде. Қайда барарын білмей дал болды. Ақыры саябаққа барып, орындыққа қисая жайғасып жатты. Өмірі көз алдынан сырғып өткендей. Таң атты, өзінде үйсіз-күйсіз жүрген бейшараның барлығы осы саябақта түнеген. Түрлерін көріп шошып кетті. Сөмкесін сүйретіп жұмыс істеуге шықты. Әйтеуір түстен кейін еден жуушы болып жұмысқа орналасты. Бар жағдайын айтып еді, басшысы бір апта осы ғимаратта тұруға рұқсат берді. Қарны аш, қалтасында көк тиыны болмаған соң, басшысының жалақысына дейінгі алдын ала төлемін алды. Дүкеннен дайын кеспені сатып алып ішіп, суықта бір бөлмеге жайғасты. Ұйқысы да қашып кеткендей. Балаларын енді ойлап жатыр. Ойлағаннан не пайда? Жұмысты тиянақты жасайтын Айсәулеге басшысы тағы да бір ай тұруға рұқсат берді. Бірінші жалақысынан тәттілерді үйіп төгіп алып, балаларына мектепке келді. Балалары анасын көргенде танымағандай жанынан өтіп кетті. Айсәуле ұлы мен қызының артынан жүгіріп, тоқтаңдаршы, білемін, маған өкпелісіңдер. Ер жеткенде түсінесіңдер. Кешіріңдер мені. Боталарым, міне, қараңдаршы, сендерге көп тәттілер алып келдім деп еді. Үлкен ұлы Арлан, сізден ештеңе керек емес, әкем барлығын өзі алып береді. Енді мектепке келуші болмаңыз. Біздің анамыз жоқ, деп қарындасын жетектеп кетіп қалды. Айсәуле сол жерде отыра кетіп жылады. Ұлының ер жеткендігі байқалып тұр. Басы салбырап жұмысына келді. Біраз тынығып пәтер іздеуге шықты. Қалаға шалғай ауданнан пәтер тауып, сонда орналасты. Ернияз ажырасуға арыз беріп қойған. Заңда некелерін бұзу туралы сот үкім шығарды. Сонымен қоса, болған жағдайды ескере отырып, Айсәулені ана болу құқығынан да айырды. Айсәуленің соңғы үміті үзілді. Жер кезіп, басы ауған жаққа кетіп қалғаны бар. Жалдамалы пәтеріне келіп еді, көршілері туған күнге жүріңіз деп қолқа салып, барғысы келмесе де алып кетті. Туған күн кешінде қызыл шараптан ұрттап отырған Айсәуле мас болып қалды. Бұны пайдаланған бір жас жігіт оны үйіне кіргізіп жіберемін деп өз дегенін жасап кетті. Таңертең оянса, тыр жалаңаш төсегінде жатыр. Басы сынып ауырып барады. Кешегі болған жайттың бірінде білмейді. Көршісінен барып сұрауға ұялып тұрғаны. Жұмысқа кешігіп те барады. Кешке дейін жұмысында болып, ақыры көршісінен туған күн кешінде не болғанын сұрауға бел буды. Кішкене қызыл қалдыңыз, сосын күйеуімнің досына апарып тастауын өтіндім деді. Оны естіген Айсәуле өзін зорланғанын білді. Іші күйіп барады. Мұндай жағдайға қалайша тап болдым, сорлы басым-ай деп еңіреп жылады. Өз-өзін басу үшін дүкеннен кішкентай құтыдағы арақты жалғыз өзі ішіп алып ұйықтады. Әдеттегідей жұмысына барып келіп жүрді. Ащы судың дәмін татпаса ұйықтай алмайтын еді. Жауабы жоқ сұрақтармен басы ауырып кететін. Жалғыз досы бөтелке болғалы қашан. Жұмысына да арақтың иісі мүмкіп баратынды шығарды. Қанша ескертіп айтылса да тыйылмады. Сөйтіп жүргенде жұмыстан да қуылды. Әйтеуір біреудің үйін тазаласа да күнделікті нәпақасын тауып жүрген. Өзімен тағдырлас жандармен бөтелкелес болып барады. Көзін аша сала арақты аңсап тұрады. Ішпесе басы ауырып, қу арақтың соңынан кетіп қалатындай жағдайға да жетті. Пәтер ақысын төлей алмай далада қалды. Қаңғыбас, бөтелкелес достарымен қыс түссе жер төлені, жаз келсе саябақта мекен етіп жүрді. Түрі де тозып кеткен. Есім бір білсе, бір білмейді. Ал Ернияз тәңірі берген сынаққа шыдап беріп келеді. Биыл Ерасыл 9-шы сыныпты аяқтайды. Қыздары әкесіне қолғабыс болуға жарап қалған. Ернияздың жары болуға дайын әйелдер қауымы да баршылық. Бірақ Ернияз ешкімге де көз қырын салар емес. Қазір өзі кішігірім кәсіппен айналысуда. Табысы да жаман емес. Ерасылды оқуға да түсірмек ойы бар. Балалары ес біліп қалғаннан соң ба, аналарын бір еске алып сұрамайды да. Өмірлері жалғасын тауып жатты.
Аязын сүйретіп, қаһарлы қыс та келді. Күнделікті үйренісіп қалған әдетімен Айсәуле ащы суға мас болып далада жатып қалды. Ішіндегі қызуы жаурағанын білдірер емес. Қанша уақыт жатқаны белгісіз. Таң ата есін жиды. Аяқ-қолы дым сезбей қалған. Орнынан да тұра алмайды. Арлы-берлі жүріп жатқан адамдар да жоқ. Біраз уақыттан соң адамдар жұмысқа шығар кезде бар даусымен көмекке шақырды. Бірі естісе, бірі естімегенде жанынан өтіп кетіп жатты. Жанына батқан ауруы шыдатпай барады. Әйтеуір бір жас бала келіп жағдайын көріп жедел жәрдем шақырды. Ауруханаға жеткізіліп, аяқтарының саусақтары үсіп кетіпті. Дереу ота жасалып, саусақтарын кесіп тастады. Айсәуле ащы судың дәмін аңсағандай, бірақ қу арақтың арқасында саусақтарынан айырылды. Терең ойға батты. Есін жиып, сау жүрмегелі қашан бір жолата қу арақпен қоштасуды жөн көрді. Медбикелерге жалынып жүріп, түзету орталығына хабарласып беруін өтінді. Ақыр соңында әлеуметтік түзету орталығына өз аяғымен маскүнемдік өмірімен қоштасу үшін барды. Бір шама уақыт өткеннен кейін арақтан айығып келеді. Ащы судың дәмін көрмегелі Айсәуленің бет әлпеті де ажарлана түскендей. Бос уақытында тоқыма тоқиды. Ең алдымен балаларына деп шұлық тоқыды. Ендігі арманы балапандарымен кездесіп, күйеуінің балаларының кешірімін алу. Мінезі де салмақты бола түскендей. Маскүнемдік өмірді жеңіп шыққан Айсәулеге бірнеше телеарналардың біріндегі ток-шоуда басты кейіпкер болуға ұсыныс берілді. Айсәуле ұялып келісімін бермеген. Уақыт өте келе келісті. Сұхбат алынып, Айсәулені теледидар арқылы бүкіл ел жұрт көрді. Көршісі жүгіріп келіп Ерниязға айтып еді, тыңдағысы келмеді. Іші бір жылып еткендей болды. Ақыры журналистер келіп, Айсәуле балаларын көргісі келетіндігін айтты. Ернияз бар күш-жігерін жинап, балаларын алып бағдарламаға келді. Айсәуленің бар өмірі баяндалды. Балаларымен кездескен Айсәуле жылауын тоқтатпады. Тізерлеп тұрып кешірім сұрады. Балалары анасына өкпелі. Ернияз болса үндемеді. Кешірдім деп бір сөзбен ойын аяқтады. Бірақ қайтадан қосылып өмір сүргісі жоқ. Көңілі суып кеткен. Айсәуле балалармен жолығып, қарым-қатынасын түзетуді қолға алды. Жұмысқа да орналасты. Айранда үйған отбасымды мына өз қолыммен құрттым. Бақытты отбасынан емес, көшеден іздегенім өкінішті. Өз-өзімді кешірмеймін деп, өз-өзін жазғырумен күнін өткеріп келеді. Бір күні жұмысында есінен танып, сылқ етіп еденге құлап түсті. Ауруханаға жеткізілген Айсәуле тексерістен өтіп жатыр. Жанында дүйме болар ешкім де жоқ. Дәрігер бауыр обыры деген диагноз қойды. Емделеді, бірақ жылдамдату керек. Сіздің жағдайыңызды әрбір минут санаулы деп шығарып салды. Жол бойы ойланып келеді. Сүрген өміріне көңілі толар емес. Ешкімге сыр білдірместен емделіп жүрді. Бірақ жағдайы күннен күнге нашарлай берді. Арада біраз уақыт өткеннен соң ауруханаға жатқызылды. Балалары анасынан хабар болмаған соң үлкен ұлы жұмысына іздеп келді. Күзетші мән-жайдың барлығын баяндап берді. Баласы есеңгіреп қалды. Үйіне келіп, әкесіне айтып еді, Ернияз жаны ашыды. Кеш те болса, балаларын алып ауруханаға келді. Палатаға кіріп келген Ернияз мен балаларын көрген Айсәуле аң-таң. Ерасыл сонша жылдан бері анасын бірінші рет құшақтап жылады. Жазылып кетесіз деп сендірді. Айсәуле үшін дәл осы сәт бақытты еді. Бұрынғы өмірі қайта берілсе, бәрі басқаша болар еді деген ойда. Балалары мен Ернияз Айсәулемен қоштасып, үйлеріне қайтқалы жатқан кезде Айсәуле, ертеңгі таңда көруімде екі талай екендігі белгілі ғой. Несін жасырайын, балапандарым, сендерге аналық махаббатымды бере алмасам, мені кешіріңдерші. Мені сағынған сәттеріңде қастарынан табылмағаным үшін кешіріңдерші деп жылады. Ерниязға қарап тұрып, сен де мені кешірші. Сен берген бақытты аяламағаным, саған адал жарың бола алмағаным үшін кешірші мені. Ернияз, барлығы үшін саған рахмет. Енді өліп кетсем де арманым жоқ.
деп кешірім сұрап, жанары жасқа толып, жүрегі езілгендей күй кешті. Балалары да шыдай алмай жылап жіберді. Анасының бетінен сүйеп, қысып-қысып құшақтап үйлеріне қайтты. Бірақ бұл соңғы кездесу еді. Жаратқанның маған берген ғұмырында бақытты үйден емес түзден іздедім. Бақытты ақша, байлық деп ұғыныппын. Жылтыраған бақытты таңдадым. Нағыз бақыт менің ыстық ұям, балаларым, менің адам шыдамас мінезіме көне білген адал жарымның махаббаты екендігін кеш ұққаным өкінішті. Өкінішпен өткізілген соңғы сәтім осы болса керек. Алла, мені өзің жарылқай көр деп күбірлеп жатқан Айсәуленің соңғы демі де үзілді. Өмірінің соңғы белесі өкінішпен өткерілді. Артында жоқтап бала-шағасы қалды. Анасының өлімі балаларына ауыр соққы болды. Ерниязды жүрегінен өшіргісі келсе де, өмірінен өшірген емес. Осылайша арада бір шама жылдан кейін Ернияз ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, немерелі болды. Бала-шағасымен бақытты ғұмыр кешуде. Не дегенмен, Айсәуленің орны қарттық жаста білінгендей. Соңы, анасының махаббатына шомылып өмір сүрмеген балапандардың жүрегін кім махаббатпен толтырмақ? Әрбір әйел заты қолда бар алтынның қадірін білсе, қандай жақсы. Қолда бардың алтынның қадірі жоқ дегенменен, қанша жерден дүние, ақша дегенменен, бала үшін ең бастысы махаббат, бақыт, бақытты отбасы, бақытты ана, бақытты әке. Егер де сіз осы оқиғаны соңына дейін тыңдап, қандай да бір ой түйсеңіз, комментарийге жазып кетіңіз, өз пікіріңізді білдіріңіз. Менің арнама тіркеліп, қолдап кетулеріңізді өтінемін. Сау болыңыздар.